Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге көкнар қосылған тоқаштың рецептісімен бөлісетін боламын. Тоқаш өте дәмді, үлпілдек болып шығады. Барлықтарыңызға дайындап көруге кеңес беремін. Бізге қажет ингредиенттер: ұн, секер, сүт, жұмыртқаның сарысы, ерітілген сары май және ашытқы. Мен мөлшерін видеоның астына белгілеп кеттім. Сол жерден қарап жасай берсеңіздер болады. Ең алдымен қамыр илейтін боламыз. Мен миксердің көмегімен илеймін бүгін қамырды. Ұнымыздың үстіне ашытқыны салып, кішкене араластырамыз. Келесі бөлек ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Сүтіміз қатты ысы болмауы қажет. Сүтіміздің үстіне секер саламыз және ерітілген сары майды саламыз. Одан кейін жақсылап араластырамыз. Секеріміз ерігеннен кейін 2 дана жұмыртқаның сарысын салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Біркелкі масса болуы қажет. Одан кейін ұнымыздың үстіне жай-жайдан құйып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Достар, егер сіздерде миксер болмаса, қолмен илесеңіз де болады. Қатып қалған қағида жоқ. Барлығы өзіңіздің қалауыңызша. Біздің тестіміз почти дайын. Енді қолдың көмегімен жақсылап қамыр илейміз. Біздің тестіміз дайын. Осылай қолға жабыспайтын болып шығады. Және бөлек ыдысымызды майлап алып, оның үстіне тестімізді салып, бетін жауып, жарты сағат, 1 сағатқа жылы жерге қоямыз. Біздің тестіміз 2-3 есе көтерілуі қажет. Келесі ортасына қосылатын салмасын дайындаймыз. Ол үшін мак, секер және ерітілген сары май қажет. Мен мак пен секерді блендердің көмегімен жақсылап езіп аламын. Біздің секер мен макымыз жақсылап езілді, біркелкі болды. Келесі бөлек ыдысымызға ерітілген сары майды құйып, үстіне секер мен макты саламыз да жақсылап араластырамыз.
біздің тестіміз дайын. 2-3 есе болып көтерілді. Қараңыздар, өте үлпілдек, әдемі массамыз дайын. Осы тестімізға енді квадрат формасын беріп жаятын боламыз. Қамырымыз жабысып қалмау үшін кішкене мөлшерде ұн себеміз. Осылай 4 бұрыш қылып жайып алдым. Оның үстіне манағы макымызды саламыз. Және біркелкі қылып жақсылап жайып шығамыз. Шпательдің көмегімен, қасықпен жайсаңыздар да болады, қолмен жайсаңыздар да болады. Бұл өзіңіздің ыңғайыңызға байланысты. Макты осылай біркелкі қылып жайып алдым. Енді тестімізді рулет тәрізді орайтын боламыз. Рулет қылып орап болдық. Енді өткір пышақтың көмегімен немесе шпательмен бірнеше бөлікке бөлеміз. Менде 18 дана болды. Противеньге пергамент қағазын төсеп алдым. Және де осы тоқаштарымызды осылай жайғастырамыз. Бір-біріне жақын қоймаңыздар, себебі қазір біздің тоқаштарымыз көтеріледі, іседі. Сол себепті бір-біріне қатты жақын қоймаймыз. Осы тоқаштарымыздың бетін жауып, жарты сағатқа қоямыз. Біздің тоқаштарымыз көтеріліп ісуі қажет. Осылай көтерілді біздің тоқаштарымыз. Енді бір дана жұмыртқаның сарысына сливке қосып, тоқашымыздың бетіне жағатын боламыз.
Осылай сливки мен жұмыртқаның сарысын түгел бетіне жағып шығамыз. Одан кейін қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минут қызарғанша пісіретін боламыз. Біздің тоқаштарымыз дайын. Қалған сливкилерді бетіне осылай жақсаңыздар, әдемі жылтырап шығады. Тоқаштың дәмі, иісі өте керемет болып шықты. Достар, барлықтарыңызға дайындап көруге кеңес беремін. Егер видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жазира. Келесі видеода кездескенше сәттілік.